Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен балабақша тәрбиешілері. Бүгін біз сіздермен жаңа ойын түрімен танысатын боламыз. Бұл ойын түрі баланың логикасын дамытады және де 2 жастан жоғарғы балаларға ойната берсеңіздер болады. Ойынның негізгі мақсаты көлік түрлерін ажырата алу, яғни жерде жүретін, суда жүзетін және де ауада ұшатын көлік түрлерімен таныстыру болып табылады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, бала өте оңай орын-орнына жабыстыру арқылы логикасын дамытып жатыр. Ал олай болса, ойынымызға керекті заттармен танысайық. Ол үшін алдын ала сурет шығарып аламыз. Ламинация, қайшы және де жабыстырғыш липучка қажет болады. Бірінші суретімізді осылай қалдырамыз, екінші суреттерімізді қиып аламыз. Рамкасымен қиып алатын боламыз. Қиып алған суреттеріміздің бәрін ламинацияның ортасын ашып, жайғастырып шығамыз. Аралары міндетті түрде ашық болу керек. Өйткені біз бұны ламинатордан өткізгеннен соң тағы да қиып алатын боламыз. Екінші суретімізді де ламинациямызға орналастырып аламыз. Ламинатордың көмегімен, не болмаса үтіктің көмегімен жабыстырып алсаңыздар болады. Мен осындай ламинатордың көмегімен жасап шықтым. Екіншісінде осылай өткізіп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді ламинациядан өткен суреттерімізді тағы да қиып аламыз. Дайын болған суреттерімізді жабыстыруға кірісеміз. Осындай липучканы қатты жағын суретке жұмсақ бөлігін детальдарымызға жабыстырып шығамыз. Осындай мата сататын жерлерден, түйме сататын жерлерден сұрасаңыздар тауып береді. Не болмаса Алиэкспресстен заказ берсеңіздер де болады. Мінекей оңай алынады және де оңай жабыстырылады. Және де суреттен ешқайда ажырап кетпейді. Егер сізде ламинатор не болмаса, осылай жабыстыратын липучкалар болмаса, тек қана распечатка жасап, осылай орын-орын табу арқылы баламен ойнасаңыздар да болады. Кәнекей, орнын табайықшы. Жарайсың, суда жүзер мекен, ауада жүрер мекен, не болмаса жерде жүрер мекен деп ойын арқылы балаларыңызды дамытыңыздар.